Мен сіздерге айтып өткенімдей, қазіргі сіздердің егер настоящий учитель, настоящий наставниктің алдына барсаңыз, сіздерге бір-ақ сөзді айтады. Ол бір-ақ сөзді айтады. Даже духовный кітаптардың барлығында адамдар дейді, ұмытпасам, осы кімнің кітабында ғой деймін, Ошоның кітабында ма еді, Экхарт Толленің кітабында ма еді жазылған, адамдар бір ұлы учитель бар екен. Сол учительге барады екен, барлығы жерден ағылып, маған өмір сүруді үйретші, учитель үйретші деп барлығы барады екен. Сол жерде дейді, сол учительдің кіреберіс есігінің маңдайшасында дейді, ең ұлы сөз жазылып тұр дейді. Бірақ ол сөзге мән беретіндер, оған тоқтайтындар аз дейді. Ол қандай сөз десе, познай себя. Яғни өзіңді таны деген сөз жазылып тұр дейді. Қазір біз өзімізді познать ететін, танитын уақытқа келіп жеттік. Яғни өзіңді тану үшін, познать ету үшін біз жауапты сыртқы өмірден іздеп әлекпіз. Біз ойлаймыз, қазір мен есігімнің алдында үлкен-үлкен машиналар тұрса, менің өмірімде үлкен-үлкен зәулім үйлер тұрса, онда мен бақытты болар едім деп ойлаймыз. Мен сіздерге айтайын, жандарым, сол мен өмірде өте көп адамдармен таныспын. Ақшасы бар, бірақ бақытсыз адамдар өте көп. Сыртқы өміріне ақша келгенмен ішкі байлыққа жете алмаған, ішінде равновесияға өте алмаған, ішкі балансқа, ішкі гармонияға, ішкі махаббатқа жете алмаған, ішінде жанталас, ішкі жан дүниесінде асығу, ішкі жан дүниесінде аласыру, суета все время жаңағы қажетсіз әрекеттермен өмірінде баланс жоқ, бірақ сыртқы өмірінде ақша болғанмен ішінде аштық, сараңдықтан тұратын адамдар өте көп. Сондықтан менің осы сабақтың барысында сіздерге ұғындырғым келген дүние, ол сыртқы өмірдегі байлық мен ішкі байлықтың тепе-теңдікке келуі. Осы тепе-теңдікке өту үшін біз өзімізді тануға, өзімізді зерттеуге тура келеді. Негізгі өмірде жасайтын негізгі жұмысымыз, өте ауыр жұмыстың бірі, ол өзіңмен жұмыс істеу болып табылады. Адамдар ойлайды, мен сыртқы өмірде көбірек еңбек етсем, әрекет етсем, сол нағыз жұмыс деп ойласа, нағыз жұмыс ішіңдегі өзіңді, әлсіз тұсыңды, мықты тұсыңды, өзіңді тануға бағытталған жұмыс болып табылады. Сондықтан познай себя деген сөз, яғни ең ұлы учительдің алдына барсаңыз да, сіз әлемдегі мықты мен деген учительдің алдына барсаңыз да, сізге бір-ақ ауыз сөз айтады. Осы сөзге бүкіл өзіңді дамытудың философиясы, пәлсапасы осы сөзге кеп тірелген. Ол қандай сөз десеңіз, ішіңе үңіл дейді. Бүкіл жауап біздің ішімізде, бүкіл өміріміздің сұрақтардың барлық жауабы біздің ішімізде, сыртта емес. Сіз өзіңіздің ішіңізге үңілген кезде, Экхарт Толленің кітабы бар ғой, сила настоящего момента деп, бүкіл қазынаның іште екенін айтады. Яғни біз бастапқыда ішімізге үңілген кезде өзіміздің бүкіл программаларымызды көре бастаймыз. Аш көз екендігімізді, сараң екендігімізді, аш екендігімізді, қызғаншақ екендігімізді, қорқақ екендігімізді, надан екендігімізді, оның барлығын мен өзімнен көріп шыққан адаммын. Яғни осының барлығынан егер я принимаю, осы моменттердің барлығын проработка жасағаннан кейін, сіз ары қарай тереңде өткен кезде, ар жағында өзіңіздің кәусар бұлағыңызбен, өзіңіздің ішіңіздегі қазынамен қауышасыз. Истинный өзіңізбен қауышасыз. Сол кезде ғана сіздің настоящий ғұмырыңыз басталады. Сол истинный өзіңізді табу, Экхарт Толленің кітабында өз қазынаңды табу. Яғни сізді әрі қарай божественный разум, высший разум сізді жетелей бастайды. Ол өмірдің сіз бұрын көрмеген тұстарын, бұрын түсінбеген дүниелерді сізге түсіндіре бастайды. Сіз мынаның бәрінен оянып, өзіңіздің матрицаңызды, автоматтандырылған программаңызды көріп, қазынаңызбен қауышқан кезде, сізге осы жерде үлкен даналық, тереңдік келіп қонады. Анау Аватар деген фильмде айтады ғой, океан внутри, океан снаружи. Өзіңіздің ішіңіздегі океанмен сіз наконец-то воссоединиться етесіз. Сол кезде сізге өмірді сіз мына программадан без призмы, без парадигмы көрген кезде ішіңіздегі
мынау истинный өзіңізбен қауышып көрген кезде сізге өмірде жапырақтар жап-жасыл екенін аңғарасыз. Сіз өмірдің түсі анағұрлым қанық екенін аңғарасыз. Сізге ішіп отырған шайыңыздың өзі, просто бір кесе шайдың өзі оргазмический бақыт береді. Кәдімгідей шайдың өзінен мейірленіп, жаныңыз рахаттанады. Сіз уже адамдарды жек көре алмайсыз. Сіз адамдарға өкпелей алмай қаласыз. Наоборот, оларға деген, айналаңыздағы адамдарға деген шексіз махаббатпен, сүйіспеншілік жүрегіңізден өріледі. И духовный кітаптарда Бог создал человека наподобие себя деп айтады. Яғни сол ақиқаттың анық екенін түсінесіз. Яғни өзіңіздің истинный, настоящий Құдай жаратқан болмысыңызбен қауышасыз. Мынаның бәрі сізге, мына программаның барлығы сізге өмір берген, бұл программаны ата-анаңыз, өскен ортаңыз, опытыңыз берген, қорқыныш, жанталасу, қалып кеттім, ойбай дейтін болсаңыз, сіз мына жерде ішіндегі ең тереңдегі қазынаңызбен қауышқан кезде сіз нағыз парасатқа, даналыққа айналасыз. Сіз өзіңіз изобилияға айналасыз. Сіз айналаңызға наоборот жақсы сөздер айтқыңыз келіп тұрады. Изобилия деген сөз ішіңіздегі кеңдіктің, махаббаттың өзгелерге риясыз төгілуі. Сіз ешқандай ойсыз айналаңызға жақсы сөз айтқыңыз келіп тұрады. Бүкіл ішіңіздегі махаббатпен айналаңызбен бөліскіңіз келіп тұрады. Сізге махаббат, парасат, даналық, өмірде спокойствие, равновесие, осылардың барлығы келіп қонған кезде сіз бұрынғы жанталасқан, сапырылысқан өміріңізден сол кезде арылғаныңызды түсінетін боласыз. Мен сіздерге осы дүниені өзіңіздің қазынаңызбен қауышуды үйреткім келеді. Өйткені менің өмірге келгендегі миссиям да сол, адамдарды осы ішіндегі истинный өзімен қауыштыру болып табылады. Енді мен сіздерге осы сабақтың алдында выгорание жайлы айтқан болатынмын. Әрі қарай осы ойымды жалғастырмақшымын. Өзіңіздің ішіңізге үңілген кезде біз әрине өте көп дүниелерді көретін боламыз. Солардың бірі, ең бастысы, сіздің ішіңіздегі өзіңіз жайлы пікіріңіз дедім. Өйткені бұл сіздің дамуыңызда ең басты роль атқаратын дүниелердің бірі. Сіздің бұған дейінгі сабақта мен сізге айта кеттім, сіздің өзіңізбен қарым-қатынасыңыз қандай дедім. Яғни сіздің өзіңізбен өзіңіз обращаться еткен кезде қалай обращаться етесіз. Бұл сабақтың алдында айта кеткенімдей, именно выгораниеға түсетін адамдар өз-өздеріне талап қоюшы, перфекционист. Перфекционист деген бір істі от души тап-таза жасайтын адам емес, яғни все время көңіл толмайтын, все время тебе мало, ты неправильная деген түсінікпен өмір сүрген адамдар. Әрине, бұл түсінік бізді өз-өзіңді қамшылау, өз-өзіңді қинау өміріміздің бір кезеңінде керек болды. Осы түсінікке сәйкес біз өз-өзімізді қамшылау арқылы осы жерге келіп жеттік. Егер ол түсінік болмағанда, бәлкім сіз өмірде осы тұсқа келмес едіңіз. Өткен шақта барлығы дұрыс болған. Енді бірақ сіз өміріңіздің соңына шейін өзіңізді жек көрумен, қамшылаумен, сен деген ақша тап деп ұрумен, өз-өзіңізді былайша айтқанда кавычкада ұрумен өміріңізді сүргіңіз келмейді ғой. Сіз басқаша гармониядағы өзіңізбен қарым-қатынасқа өткіңіз келеді ғой. Сондықтан қазір прям өзіңіздің ішіңіздегі дауыстарды ажыратсаңыз екен. Яғни ұйқыдан тұрғаннан бастап вы должны стать наблюдателем. Добро пожаловать. Мен енді квантовый скачокта үйреткен түсінікке қайтып келдім. Яғни вы должны все время өзіңіздің ішкі мұхитыңызда қандай толқындар болып жатқанын, ішіңізде қандай процесстер болып жатқанын вы должны наблюдать. Бақылауға тура келеді. Сол кезде бізге үлкен осознанность келеді. Яғни біз өзімізді үнемі бақылау арқылы ішімізде болып жатқан процесстерді көре бастаймыз. Біз қандай дүниелерге реакция береміз, бізді қандай дүниелер кәлиямыздан шығарады, бізді қандай дүниелер состояниемізді жоғалтады, бізді қандай дүниелер ішімізге дауыл әкеледі, жауын әкеледі. Осы дүниелерге біз терең зерттейтін боламыз. Енді қарасаңыздар,
бұл сабақтың барысында сіздің өміріңізге алып келетін дүние, менің үйрететін дүние осы сабақ арқылы ол ішкі состояниенің өзгеруі. Егер сіздің ішіңізде ғажап бір возвышенное состояние, Джо Диспенза айтпақшы, сол болмаса біздің өмірімізге өзгеріс те келмейді. Сізде жаңағы ескі түсініктерден арылып, жаңа вау деген возвышенное состояние келген кезде, вау, өмір ғажап деген кішкентай кезіңіздегідей, рахат-ай деген состояние келген кезде, осы состояниеге сәйкес өміріңізге қалауыңыз жұлып алатын боласыз. Егер сіз сол состояниеде өмір сүрсеңіз, таңертең ұйқыдан тұрғаннан бастап, вау, жизнь прекрасна деген состояниеде өмір сүрсеңіз, сіздің басыңызға келетін бүкіл желаниелеріңіз просто ешқандай қиналыссыз алдыңызға өзі келе бастайды. Өмір, вселенная сізге сыйлықтарды өзі лақтыратын болады, өзі беретін болады. Сіз ештеңені іздемейсіз, сіз сол тұрған жеріңізде тұрасыз, қалауыңыз өмірде өзі-ақ келетін болады. Сол қалауға жету үшін біз алдымен өзіміздің ішіміздегі бірінші ұғатын дүние, ол әрине біздің ішіміздегі өзіміз жайлы пікіріміз және өзімізбен қарым-қатынасымыз болып табылады. Яғни сіз өзіңізге көңіліңіз толмайтын, үнемі өзіңізге ұрсатын, сен оңбағансың, сен қалып кеттің, елдің бәрі озып кетті деген өзіңіздің ішіңіздегі өзіңізге байланысты осы дауыстарды ести бастасаңыз. Өйткені осылар сіздің состояниеңізді құртушы. Представьте, сіздің ішіңізде үлкен океан бар. Біздің міндетіміз сол океанды равновесиеде ұстап тұру. Кәдімгідей фундаментально сізге хорошо болу керек. Сол океанға тыныштығыңызға, ішкі тыныштығыңызға, сен өзіңді жек көріп қалған кезде тас лақтырып жүрген сияқты ішкі тыныштығыңыздан айырылып қаласыз. Ішіңізде аласапыран, құйын, хаос туып кетеді. Сол хаосты кәдімгідей басуға тиістіміз ғой. Сондықтан күні бойы сіз ішіңізде жаңағы сен оңбағансың, сен қалып кеттің, өзгемен салыстыру, бірі озып баратқан сияқты, ішіңізде қызғаныш сияқты сезімдер туындаған кезде, бұлардың барлығы сіздің ескі программаңыздан әбден сол сезімдерді сезініп, сол жаңағы ойларды ойланып, үйреніп кеткеніңізді ұқсаңыз екен. Өйткені біз дағдыланып кеткенбіз өз-өзімізге ұрсуға, строгий родитель болуға, шыңғыруға, сен мақпал оңбағансың, давай тұр деп айқайлауға үйреніп кеткенбіз. И осы ескі дағдылардан арылатын уақыт келді. Яғни ендігі сіздің өзіңізбен қарым-қатынасыңыз дос ретінде. Сіз өзіңізбен достасатын, ұрсатын емес, ұратын емес, шыңғыратын емес, достасатын уақыт келіп жетті. Сондықтан өзіңізді егер бір істі істейтін болсаңыз, өзіңізбен келісімге келіп үйренуге тура келеді. Давай келісейік, біз әзір осыны істейік, сен мықтысың, сен молодессің деген сияқты өзіңізді мақтауға тура келеді. Өйткені бізге жалпы байқасаңыздар, бізге мақтану өте жат дүние болып табылады. Біз жалпы мақтанған адамдарды өзіміз бессознательно жек көреміз, өйткені бізге әбден мақтану ұят, қылмыс сияқты, мақтанған адам бір оңбаған адам сияқты осындай түсініктермен өмір сүргенбіз. И сондықтан біз өзіміз мақтай бастаған кезде біздің ішкі жан дүниемізде леп пайда болады. Кәдімгі душамыз, ты про меня говоришь деген сияқты душамызда бір қуану сезімі пайда болады. Сондықтан, Айбек, сен молодессің, өз-өзіңізге айтасыз. Сенің қолыңнан келеді. Сіз өзіңізге өзіңіз кәдімгідей мотиватор, досқа айнала бастайсыз. У нас получится. Біз қазір осыны істей аламыз. Сен мықтысың, осы жерге шейін қаншама дүниелерді үйрендің. Давай қазір тұрайық, давай, далада жаяу серуендеп шығайық. Давай осы сабақты оқып шығайық. Давай деген сияқты сіз бұрынғы ескі қағида, ескі дағдыға емес, жаңа қарым-қатынасқа, жаңа дағдыға өзіңізбен өтуіңізге тура келеді. Все время егер сіз біреуді салыстырып отқан ішіңізден дауыс естісеңіз, как будто біреу озып бара жатқандай, біреу күшті болып бара жатқандай, өзіңізге өз, ол оның бағы. Менің бағым ешкім аламайды. Наше это наше. Шын мәнінде өмірде
мен сіздерге айтқым келеді, қанша қызғансақ та, аттандасақ та, біз біреудің бағын ешқашанда ала алмаймыз. Біздің бағымызды да ешкім ала алмайды. Сондықтан сізге берілген дүние сіздікі. Сол үшін өзіңізбен кәдімгідей келісімге келіп, өзіңізді жақсы көріп, мақтап үйрететін уақытқа тура келді. Өзіңіздің ішкі жан дүниеңізде жек көрген, өзіңізбен ұрысқан, айқайлаған дауыстарды естіп қалдыңыз ба? Тоқтатыңыз. Сразу тоқтатыңыз. Я не буду по старому пути идти. Яғни өзіңмен жұмыс осы сәттен басталады. Сондықтан жаңа қарым-қатынасқа өте бастайтын боламыз.